Құрметті Бекнұр Ерболатұлы, сіздерде мемлекеттік сатып алу басқармасы жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы лауазымына әңгімелесін өткізу, сізді бірыңғай конкурстық комиссия құрамымен уәкілетті органның уәкілін және байқаушымен таныстырып өтсем. Комиссия төрағасы облыс әкімі аппараты басшысының орынбасары Самбет Дәулетұлы, комиссия мүшелері облыс әкімі аппараты персонал басқару қызметінің бас инспекторы Берікбай Сүндет Сапарғалиұлы, облыс әкімі аппараты заң бөлімінің бас инспекторы Мұсақұлова Жанат Байбекқызы, мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы Сатыбалды Ахаділ Болатұлы. Конкурс комиссия жұмысының ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз ету мақсатында комиссия отырысына мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің өкілі, мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы Жолбарыс Ерсұлтан Амангелдіұлы қашықтан қатысып отыр, және де байқаушы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің студенті Тулабек Айдос Амангелдіұлы келіп отыр. Әңгімелесу барысы техникалық бейнежазба құрал көмегімен жазылады және кандидаттарға тең көлемде сұрақтар қойылады. Сәлеметсіз, әңгімелесуді қайтеді жүргізесіз, қалай болашақ? Ендеше сізге арналған лауазымның функционалдық міндеттеріне сәйкес 3 бағыт бойынша сұрақтар қойылатын болады. Бірінші бағыт бірыңғай оператор, екінші бағыт мемлекеттік сатып алудағы қағидаттар, үшінші бағыт сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. Бірінші сұрақ, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың өкілеттілігін атасаңыз. Камерадамыз. Бірыңғай оператордың өкілеттіктері веб-порталдың дамытудың қолдап отырудың және оларға жүйелі қызмет көрсетуді жүзеге асырады. Веб-порталдың жүзеге асырады. Оқып отырсыз, камерадамыз. Келесі сұрақ болуы келесі сұрақ. Жақсы, келесі сұрақ, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қандай қағидаттарға негізделеді? Мемлекеттік сатып алу мынадай қағидаттарға негізделеді. Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оған сатып алынатын тауарларды, жұмыстардың көрсетілетін қызметтің бағасы мен сапасын айқындау, сапасын арақатынасын қамтамасыз ету арқылы оңтайлы және тиімді жұмсау. Осы заңда көзделген басқа жағдайларда әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу тең мүмкіндіктер беру. Әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік, мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындығы, отандық тауар өндірушілерге сондай-ақ жұмыстармен көрсететін қызметтерге Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық шарттарға қайшы келмейтін ретте қолдау көрсету. Мемлекеттік сатып алу субъектілерінің жауапкершіліктері жатады. Сыбайлас құқық бұзушылықтарды мүдделі қақтығысын болдырмау. Орнықты мемлекеттік сатып алуды дамыту жатады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қандай нақты шаралар жүйесін асыруды көздейді? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингі, сыбайлас қарсы мәдениетті қалыптастыруды, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдауды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды сақтауды және қалыптастыруды, сосын сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды туралы хабарлауды, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды салдарларын жоюды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық
баяндаманы қалыптастыру және жариялау жасады. Жақсы, рахмет. Сізбен әңгімелесу аяқталды. Нәтижесін облыс әкімі ресми сайтында сау болыңыз. Сау болыңыз.